бұрын үйленіп ажырасқан екен. Алған әйелі солтүстіктің бай-бағланның қызы. бір ай тұрды да жағдайымды көріп әке-шешесін шақырып үйден кетіп қалды дейді. Жағдайым осылай, бұрын тұрмыс құрған болсаңыз ештеңе дей алмаймын. Бірақ маған ұнадыңыз, маған деген көңіліңізде бар сияқты деп менің ойымды білгісі келді. Мен де өз оқиғамды бастан аяқ айтып, орыс жігітіне алданып қалғанымды толық түсіндіріп бердім. Маған өткен өміріңіз өтті, бар өміріңіз алда. Болашақтан зор үміт күтейік деп үйге жетіп қалдық. Маған сол жерде тұрып ұсыныс айтты. Маған тұрмысқа шығыңыз, жұмысымды білесіз, біргеміз. Екі жарты бір бүтін болып бір үйде тұрайық деді. Мен ойланып көрейін дедім. Ертесіне анасымен таныстырды, үйін көрсетті. Алдын көлігі жоқ болатын. Сөйтсем жөндеуде ұзақ жатыпты. Кейіннен көлікпен келіп жүрді. Солай жағдайларын көрсетіп, тағы да сөз салды. Сақинасы бар екен. Маған үйің де, көлігің де маңызды емес. Адалдығың мен адамгершілік қасиетіңді жоғары қойсаң болғаны деп талап қойдым. Шүкір, қазіргі таңда адал еңбекпен екеулеп бәріне жетіп жатырмыз. Шынымен ұнатып, жақсы көрген екен. 4 бала шағамыз бар. Бақытты тұрып жатырмыз. Осы уақытқа дейін бір ұрысып, бір затқа басқаға болсын таласқанымыз жоқ. Ата-анам ауылдан келіп тұрады. Енем немерелерін де өз ұлынан артық жақсы көреді. Бәріміз бірге отбасы болып өмір сүрудеміз. Інім жақында қолыма оқуға осында Алматыға келмекші. Аллаға шүкір деймін, сынақ беріп, артынан жайлы, жақсы өмір сыйлағанына. Әлгі орыс жігітінен еш хабар жоқ. Мен де барлығын ұмытып кешірдім. Ал қазіргі таңда өз жұбайыммен бақытты өмір сүрудеміз. Әңгіменің соңы. Достар, пікір жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.